Жұмыссыздық еңбек нарығының бір тұтас элементі болып табылады. Ол өте күрделі құбылыс және қоғам даму барысында міндетті түрде орын алатын жағдай. Мейлі ол ақш, Жапония, Германия сияқты мемлекеттер болса да, жұмыссыздық жоқ деп айтуға келмейді. Ендігі кезекте жұмыссыздық қалай пайда болады? Мальтузиандық мектептің ірі өкілі Мальтус жұмыссыздықтың пайда болуын халық санының артып кетуімен байланыстырады. Халықтың саны геометриялық прогрессиямен өседі, яғни 1, 2, 4, 8, 16 деген сияқты. Ал адам өмір сүруіне қажетті жабдықтар арифметикалық прогрессиямен өседі. 1, 2, 3, 4 деген сияқты. Жұмыссыздықтың себебі тұрғындардың қарқынды өсуінен пайда болады. Кейбір мамандардың айтуы бойынша, жұмыссыздықтың тағы бір себебі мемлекет басшыларының ақша саясатын дұрыс жүргізбеуінде деп сенеді. Түсінікті болу үшін былай айтайын, сіздің ата-анаңыз немесе кез келген 18 жас пен 63 жастағы әйелдер үшін 58 жас жұмыс күші болып табылады. Яғни оларға жұмыс істеу заңды және міндетті. Егер сіздің осы жас аралықтағы таныстарыңыз бар болса және егер олар жұмыс жасамайтын болса, осы жұмыссыздық деп аталады. Университет студенттерін бұл тізімге қарастырмаймыз, өйткені олар оқуға міндеттелген. Тағы да бұл тізімге жұмысқа қауқарсыз жандар кірмейді, яғни мүгедек адамдар немесе ауру адамдар. 2016 жылғы мәліметтер бойынша Қазақстанда 500 мың жұмыссыздар бар. Бұл халық санының 5,1%. Осы жұмыссыздықты жою үшін мемлекет не нәрселер жасап жатыр? Жұмыссыздықты жою 100 миллиардтың төңірегінде. 2015 жылы 105 миллиард, одан кейін 104 миллиард, одан кейін 100 миллиардтың төңірегінде. Дәл қазіргі сәтте осыншама қыруар қаржы бөлініп жатыр. Осыған қарап, жұмыссыздықтың мемлекет және халық үшін үлкен проблема екенін көруге болады. Енді дәл осы жұмыссыздықтың мемлекетке және сол адамға қалай әсер ететінін көрелік. Жұмыссыз болған адам өздеріңіз білетіндей көп стресске түседі. Осының нәтижесінен алкогольге құмартып кетіп жатады. Бір сөзбен айтқанда дамымай, жаймендеп құлдырай береді. Ал қоғамға тигізетін әсері ең біріншіден қылмыс деңгейінің артуы. Қылмыс деңгейі артты деген сөз, өлім деңгейі де артады деген сияқты. Егер жұмыссыздық деңгейі күрт өсіп, мемлекет оған бақылау көрсетпесе, соңы революцияға дейін апарған кездері болған. Оны болдырмау үшін мемлекет адамдарды халықтармен көптеп семинарлар, жиналыстар өткізіп тұру қажет. Жұмыс туралы ақпарат беретін орталықтар ашу да өз септігін тигізе алады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп Абайдың айтқаны бар. Акым Абай тек айтпайды. Ендігі кезекте сіздің болашаққа жұмыссыз қалмас үшін қандай салаларға баруға болатынын айтайық. Яғни болашақта көп сұранысты қажет ететін салалар. Бұл 11-ші сынып оқушыларына жақсы ақпарат болуы мүмкін. Сонымен болашақта механикалық функциялар, операциялар жасайтын салаларға бармаған жөн. Өйткені технология күн санап дамуда. Роботтар, онлайн төлемдер деген сияқты қызметтер есепші, кассир, заңгер деген сияқты мамандықтарды ауыстыратын болуы мүмкін. Мысалға, есепшінің жұмысы санау және бөлу. Есеп роботтары егер қарқынды дамыса, көптеген мекемелер есепшілерді қажет етпей қалады. Өйткені есеп роботтарын пайдалану арзанға түсері анық. Енді қандай мамандықтар таңдаған дұрыс? Робототехника болашақтың саласы, яғни робототехниканы қарастырсаңыз, әйтеуір бір жерге тұруға болады. Робототехникаға ең бірінші инженер болып бара аласыз. Онсыз да инженерлер білмейтін мамандық. Өйткені бүкіл құрылыс сызба инженерлердің қолымен дайындалады. Инженерді роботтар ауыстыра алмайды. Неге десеңіз, робот адам сияқты ойлана алмайды. Келесі бір сала ол агроөнеркәсіп. Бәріңіз агроөнеркәсіп десе жалақысы аз, статусы төмен бір мамандық елестететін шығарсыздар. Бірақ алдағы мүмкін 50 жылда бәрі қатты өзгереді. Адамдардың көбеюі азық-түлік қажеттілігін тудырады. Дәл осы мезетте мемлекет агрошаруашылықпен айналысатын мамандарды іздестіре бастайды. Тіпті сіз осы саланың маманы болсаңыз, мемлекет сізге сұраған ақшаңызды, жалақыңызды беруге мәжбүр болады. Сондықтан еш өкінбейсіз. Соңғы айтылған кеңестер 10-11 сынып оқушыларына немесе университет студенттеріне өте пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан реті келгенше, егер сондай таныстарыңыз болса, осы видеоны оларға да көрсетіңіз. Қазақстанда жұмыссыздықтан арылту арқылы біз Қазақстанды ең үздік мемлекеттер қатарына шығара аламыз. Біздің қолдан келетін ең бастысы жақсы оқып, жақсы жұмысқа тұрып, мейлі ол қандай мамандық болсын, сол салада профессионал болу. Видеомыз соңына жетіпті. Егер ұнаса, әрине лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Кавронның ВК парақшасына тіркеліп, ең атақты адамдардың табысқа жету сырларын бірге талқылайық. Сілтемесі төменде.